Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай әдемі самсаның рецебімен бөлісем, яғни асқабақ қосылған самса. Жасалу жолы өте оңай, қонаққа қойсаңыздар да өте керемет. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен жұмыртқаны аламыз, яғни жұмыртқаның екі жұмыртқаны алып, ешқандай ағын сарысын бөлмейміз. Жұмыртқаны аламыз. Одан кейін қаймақ, яғни мен 20% қаймақтан 3 қасық салдым екен. Сосын бір шымшым азғантай ғана тұз қосып, осылай араластыра бастадым. Бәрін біріктіріп араластырып аламыз жұмыртқамызбен жанемізді, қаймағымызды. Одан кейін тұз салып, кішкене шымшым, одан кейін май аламыз, яғни маргарин. Любой маргарин бола береді, барлық маргарин. Мен осы пампушканы алып, яғни жартысын салдым. Мен тек көз мөлшермен өлшеп салып жатырмын. Одан кейін електен өткізілген ұнды алып, осы дайындаған масымызға қосып, қамыр илей бастаймыз. Яғни қамыр қатты да емес, жұмсақ та емес, біркелкі болып, кәдімгі еттің қамыры сияқты болып, жұмсақтау болғаны дұрыс. Қамырымыздың азғантай ғана разрыхитель қосып жібердім. Енді осыны яғни қаттылау қылып қамыр қылып илейміз. Яғни қатты да болмайды, жаңадай жұмсақ сұйық та болмайды. Бір қалыпты ненің қамыры сияқты, кәдімгі еттің қамыры сияқты болып, сондай қылу керек. Яғни қатты болып қалмау керек дегенсіз ғой. Осылай қамырымызды мен жаңағыдай сұйықтау болып кетті. Сондықтан тағы да кішкене ұн салып, қамыр бастырып шығардым. Осындай болып шықты. Бұны аз уақытқа холодильникке салып қоямыз, яғни жарты сағат көлемінде холодильникке салып қоюға керек. Оған дейін біз осындай қылып салмамызды дайындап аламыз. Мен асқабақты турадым, қолмен жуаны турадым да, азғантай фарш бар еді, сонымен араластырып, үшеуін қосып араластырдым. Тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып қойып қойдым. Ішіндегі мынау туралған, жаңағыдай төрт бұрыштылап туралған асқабақтар қызыл болып тұрған. Сосын жуа төрт бұрыштылап туралған. Осы болды, басқа ештеңе жоқ қосатын. Енді қамырымызды алып жаямыз, яғни оқтаудың көмегімен осы қамырымызды жұқалап жаюымыз керек. Яғни кәдімгі енді қатты еттікіндей емес, одан сәл қалыңдау қылып жаю керек қамырды. Өйткені қатты жұқа болып кетсе де болмайды, қатты қалың болып тұрса да жаңағыдай қамырымыз, самсамыздың қамыры қатты шикілеу болуы мүмкін. Сондықтан жұқалау қылып ысып аламыз. Мен осылай барлығын ысып аламын. Яғни ұн салған жоқпын, ұн қосқан жоқпын. Ұн қоссам қаттылау болып кетер деп ұнсыз жайып жатырмын. Осындай қылып жайып алдым. Барлық жағын неғып отырып, осы қамырымызды енді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ұзын қылып бірнеше бөлікке бөліп алып, содан кейін самсаларымызды жасай бастаймыз. Төрт бұрышты қылып бөлдім, яғни төрт бұрышты болмағандар да бар, оларды да жасап жібереміз. Қамырларымызды алдым, ыңғайлап жайыңқырап қойдым. Осындай қолымның көмегімен кішкене жайдым, өйткені сәл-пәл қалыңдау болып тұр екен. Сондықтан мен қолымның көмегімен азғантай жайып жібердім де салмамызды сала бастадым. Осылай салмамызды салып түйеміз, яғни екі жағын, содан кейін тағы да келесі екі жағын бір-біріне қосып отырып түйіп шығамыз. Қамырда кішкене үлкендеу болғанда дұрыс, яғни салма сыймай қалуы мүмкін. Бірақ енді мен осындай қылып түйіп шықтым. Манты сияқты, бірақ бір-біріне қоспаймыз. Осындай болып шықты жанеміз, самсамыз. Әртүрлі формада жасауға болады. Піскен самсамыз 180 градуста 40 минуттай пісіріп алдым. Ішін көрсеңіздер күшті, прямо сочный болып,
асқабақтың суы шығып күшті болып тұр. Әртүрлі формада жасауға болады. Дөңгелек қылдым, әртүрлі формада жасадым.